Сәлеметсіздер ме балалар, сабағыма қош келдіңіздер. 39-шы тақырып ұлы адамдардың өмірінен. Бірінші оқылым мәтіні тапсырма. Мәтінді оқып тақырып қойыңдар, себебін түсіндіріңдер, негізгі ойды табыңдар. Өркештене созылған тау беткейіндегі шағын ауылдың бір топ баласы Жасыбай көліне келді. Шыжыта шақшиған күннің ыстығына шыдамаған балалар тез-тез шешіне салды да суға қойып кетті. Суды шалпылдата шуласып жүрген балалар бір кезде қуаласпақ ойнамақ болып, екіге бөлінгенде Әлкей жоқ боп шықты. Балалар абыржып қалды. Ол қайда кетті екен? Жаңа ғана келе жатыр еді ғой. Өзі суға түсіп пе еді, көлге батып кетпесін. Осы кезде бір бала, айтпақшы, ол тағы да әнеугүнгідей тастарды тамашалап жүрген шығар, деді жолдастарына қарап. Иә, дұрыс. Ол тек сонда, басқа ешқайда кетпейді. Бұдан көңілі жайланған олар қайта жапырлап суға түсе бастады. Күн еңкейген кезде әзір қайтқан ұландар анадайдан жол жиегіндегі бір аң мүсінді биік тастың іргесіне еңкейіп, бірдеме істеп жүрген Әлкейді көрді. Балалар жанына келгенде ол тершіген маңдайын сипап қойып, тізесінде жатқан дәптерге үңіліп отыр еді. Өй, сен әлі мұнда отыр ма едің? Біз сені мана үйге қайтқан болар десек, деді бір бала оған. Қане, тағы не жазып алдың, көрсетші, деді. Екіншісі қағазға қолын созып. Әлкей оған қағаздарын ұсынды. Балалар жапырласа төнді. Мынау ана тастағы сурет қой, ал мынау сондағы жазу емес пе? Өзі бәрін айтпай салыпты, деді дабырласып олар. Әлкей ақырын орнынан тұрды да тұсындағы тасқа қарап. Шіркін, бұлардың сырын білсе ғой, деді армандап. Содан бері көп жыл өтті. Туған өлкедегі таулардың әрбір қызық бітімді құпия тасына таңдана қарап, тамсанатын кешегі жас бала, атақты тарихшы ғалым, белгілі әдебиетші Әлкей Марғұлан ағаларың болатын. Ермек Өтетілеуов. Ал енді мәтінге тақырып қойып көрейік. Мысалға, бала Әлкей. Себебін түсіндіріңдер дейді. Себебі Әлкейдің балалық шағы туралы айтылған. Негізгі ой болар бала жасынан жөргегінен деген мақалға саяды. Яғни бұл жерде балалық шақтың маңызы туралы айтылып тұр, иә. Енді ары қарай сұрақтарға жауап берейік. Әлкей неге басқа балалардан жырақ кетті деп ойлайсыңдар? Өйткені Әлкей басқа балалар сияқты ойынға қызықпайтын. Тастарды тамашалап, ондағы тастарға қарап сурет салуды, тастардағы жазуды қағазға түсіргенді жақсы көретін. Бала Әлкей не туралы армандады? Туған өлкедегі таулардың әрбір қызық бітімді құпия тасының сырын білгісі келді. Үшінші сұрақ. Ғалым Әлкей Марғұланның бала кезіндегі қызығушылығы өміріне әсер етті ме? Әсер етті. Бала кездегі қызығушылығының арқасында қазақ еліне танымал атақты тарихшы, ғалым, әдебиетші болды. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтіндегі бала Әлкей мен өзге балалардың әрекетін салыстырып, тек кестесіне жазыңдар дейді. Ал салыстырып көрейік. Әлкей бала болып ойнамайды, тастардың сырын ашқысы келеді, тастарға қарап отырып суретін қағаз бетіне түсіреді. Балалар көлге шомылады, екіге бөлініп, қуаласпақ ойнайды. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Күрделі сөздерді қолдана отырып, өздерің тұратын ауылды немесе қаланы суреттеп жазыңдар. Мысалға, Алматы әсем қала, қала кең жолақты, биік ғимаратты, ерекше мекен. Алматы әдемі көп қабатты тұрғын үйлерімен, көптеген саябақтарымен, су бұрқақтарымен, көкке толы көшелерімен ерекшеленеді. Көктөбе қаланың ең көрікті орындарының бірі. Көктөбеге шығатын аспа жолы бар. Көктөбенің үстінен Алматы алақандағыдай көрінеді. Яғни бұл жердегі мінекей күрделі сөздерді астын сызып көрсетіп қойдым. Алматы. Алматы дегеніміз бұл кіріккен, яғни біріккен сөз. Алма және ата деген сөзден пайда болған, яғни біріккен сөз. Әсем қала дегеніміз тіркесті сөз. Кең жолды, биік ғимаратты, тіркесті сөз. Көп қабатты, біріккен сөз. Тұрғын үй дегеніміз тіркесті сөз. Сая бақтарымен, сая және бақ деген екі сөздің бірігу арқылы жасалған біріккен сөз. Су бұрқақ, су және бұрқақ деген екі сөздің бірігу арқылы жасалған біріккен сөз. Көктөбе дегеніміз де біріккен сөз балалар. Көрікті орын дегеніміз бұл тіркесті сөз. Аспа жол дегеніміз тіркесті сөз. Алматы дегеніміз айтып кеттім, екі сөздің кірігу арқылы жасалған біріккен сөз. Келесі тапсырмаға назар аударамыз.
Төртінші тапсырмада оқылым мәтіннен жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді бір бағанға, күрделі сөздерді екінші бағанға теріп жазыңдар дейді. Туынды сөздер мінекей бірнешеу. Түбір сөзді қызылмен белгілеп қойдым. Мінекей өркештене деген сөздің түбірі өркеш, яғни зат есім. Зат есімнен етістік тудырушы жұрнақ арқылы өркештене деген туынды сөз пайда болған. Шыжыта, шалпылдата деп тұр, иә. Яғни шыж, шалп дегеніміз бұның барлығы балалар еліктеу сөз. Яғни еліктеу сөзден зат есім тудырушы жұрнақ арқылы жаңа сөз, туынды сөз пайда болған. Шуласыптың түбірі шу деген зат есім, яғни зат есімнен етістік тудырушы жұрнақ арқылы жасалған. Қуаласпақ деген зат есім, бірақ түбірі қу, яғни етістіктен зат есім тудырушы жұрнақ арқылы жасалған. Ойнамақ сөзінің түбірі ойын, яғни зат есімнен зат есім тудырушы жұрнақ арқылы жасалған. Тамашалап сөзінің түбірі тамаша, яғни не тамаша, яғни ла дегеніміз зат есімнен етістік тудырушы жұрнақ. Бітімді, атақты, тарихшы, әдебиетші дегендегі д, т, ш, ш дегендеріміз зат есімнен етістік тудырушы жұрнақтар. Келесі күрделі сөздер. Күрделі сөздер тау беткейі, шағын ауыл, бір топ бала, жасыбай көлі, күннің ыстығы, бұның барлығы тіркесті сөздер. Тез-тез, қойып деген бұл қос сөз. Әнеу түнгідей біріккен сөз, аң мүсінді тіркесті сөз, биік тас, туған өлке, бұның барлығы балалар тіркесті сөз. Әрбір біріккен сөз, атақты, тарихшы, белгілі әдебиетші, бұның барлығы тіркесті сөз. Әлкей Марғұлан тіркесті сөз балалар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Вен диаграммасы бойынша салыстырыңдар дейді. 5-ші тапсырма. Біріккен сөздер және тіркесті сөздердің ұқсастығы және айырмашылығы. Екеуінің ұқсастығы, екеуі де күрделі сөздер. Біріккен сөздің айырмашылығы екі, кейде одан да көп сөздердің бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіруі. Ал тіркесті сөздер дегеніміз екі, одан да көп сөздер тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіреді. Яғни ұқсастығы күрделі сөздер екеуі де бір ұғымды білдіреді. Және құрамы екеуі де кемі екі, одан да көп сөздер арқылы жасалады. 6-шы тапсырма қосымша әдебиеттерден еңбектену, талпыну мен ізденудің пайдасы туралы нақыл сөздер тауып жазыңдар. Еңбек қуаныш, жалқаулық, айырылмас азап. Абайдың нақыл сөзі. Бәріне қанағат қыл да адал еңбек қыл. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Тіршіліктің ішкі сыртқы жағдайларын жақсартуға талпыну адам баласына тән нәрсе. Шоқан Уәлихановтың сөзі екен. Тірі боп 100 жыл жасап тек тұрудан бір күн артық ел үшін еңбектенген. Баубек Бұлқышев. Тілекке еңбек тірек болмаса, ойға омалып қырдан аса алмайсың. Бауыржан Момышұлы. Яғни нақыл сөздердің барлығы балалар еңбек етсең қор болмайсың деген мақсатта айтылған. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 7-ші тапсырма, яғни үйге тапсырма. Оқылым мәтініндегі автор көзқарасына қатысты өз пікірлеріңді Попс формуласы бойынша дәлелдеп жазыңыздар. Бірінші сөйлем, менің ойымша, адамдар уақытын бос өткізбей еңбектену керек. Мен оны былай түсінемін. Бір нанды жеу үшін де еңбек етіп, адал табыс табу керек. Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Күнделікті ішіп жейтін тамағымыз бен киетін киіміміздің өзі еңбекпен келеді. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Адал еңбек еткен адам заман көшінен қалмайды. Балалар, менің сабағым ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.